Мұғалім жолдастар, тағы да сіздерге бір пайдалы сайт болсын. Мынау орыс тіл пәні әдебиеті мұғалімдері бар ғой, соларға өте бір мына сайт көмекші құрал болады деп ойлаймын. Мына сайтта орыс ақын жазушыларының өз дауыстары сақталған. Бұл жерде осы видеоның астына осы сайттың сілтемесін тастайтын боламын. Негізгі бөлімде басып қарайтын болсаңыздар, мінекей ақын жазушылардың барлығы осы жерде бейнеленген суреттермен. Енді мына ақын жазушылардың барлығының фамилиясын басармен бастайтын болсаңыз, мысалға әріптердің басыменен фамилияларын тауып іздеуіңізге де болады. Осы жоба туралы осы жерден танысып, кеңінен мағлұмат алсаңыздар да болады. Мына жерде арнайы осы жобаның баннерлары да бар. Мінекей өзіңіздің сабағыңызда презентацияға осын пайдаланып десеңіз, осы жерден алсаңыз да болады. Арнайы мына жерде сілтемелер тұр. Осы баннер қажет болса жүктеп алуыңызға да болады. Әртүрлі форматында дайын тұр. Мына жерде отзывтар бар. Оқып кеңінен танысып алсаңыздар да болады. Главный бөлімге өтіп, мысалға Леонид Андреев тұр ғой, осыған басатын болсақ, мінекей толық мәлімет мына жерде дауысы жазылған. Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Мінекей осы Андреев Леонид Николаевичтің өзінің даусының жазбасы тұр. Осыны балаларыңызға, оқушыларыңызға, сабағыңызда таныстырсаңыз да болады. Мінекей мұғалім жолдастар, осы видеоның астына сілтемесін тастаймын. Егер де ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақ болса жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы.